Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, тойымды, шампиньон қосылған салат дайындайтын боламыз. Маралмен бірге болыңыздар. Бізге салат дайындау үшін осы экрандағы заттар қажет болады. Мен осы консервідегі шампиньондарды пайдаландым. Қызып тұрған майымызға ұсақтап туралған пиязымызды салып, 1-2 минут қуырамыз. Қуыру барысында міндетті түрде араластырамыз. Пиязымызды қуырып болған соң, ұсақтап туралған шампиньонымызды салып, тағы да 3 минут қуырамыз. Дәміне қарап қара бұрыш, қызыл паприка және де тұздан салып барлығын араластырамыз. Демі болу үшін салат жапырағын қоямыз, оның бетіне кальцомызды қойып, қуырылған шампиньонымызды саламыз. Кальцомызды алған кезде салаттарымыз жан-жағы шашылып кетпес үшін міндетті түрде қасықпен басамыз және де жұқалап майонезді жағамыз. Соломка етіп туралған қиярымызды саламыз, үстінен аздап тұздан сеуіп, үстінен қасықпен басамыз және майонезден тағы да жағып шығамыз. Ұсақтап туралған тауықтың төс етін саламыз. Жұмыртқаның ағынан сарысын ажыратамыз. Сарысын осындай ұсақ теркадан өткіземіз. Үстінен қасықпен басып, майонезді жағамыз. Консервіленген жүгеріні саламыз. Салатымыздың ең беткі жағына жұмыртқаның ағын ұсақ теркадан өткізіп сәндейміз. Жұмыртқамызды үккіштен өткізіп болған соң, міндетті түрде қасықпен басуды ұмытпаңыздар. Содан соң кальцомызды абайлап аламыз. Салатымыз дайын. Біздің өте тойымды салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода жолыққанша күн жақсы.